Қыздар, біз бүгін сіздермен осындай пончиктер дайындаймыз. Алдымен каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Пончиктерді дайындау үшін таза ыдысқа ұнды електен өткізіп саламыз. Бұдан соң уксусқа соданы араластырып, оны ұнымызға қосамыз. Енді оған сары майымызды саламыз. Бұдан соң жылы сүтімізге тұзымызды, жұмыртқамызды және де қантымызды салып араластырып аламыз. Енді осыны ұнымызға қосып жұмсақ қамыр илейміз. Міне бізде қамыр дайын болды. Енді осыны жайып, оны дөңгелек ыдыспен ойып аламыз. Және оның ортасын пончик қылдырып, яғни осындай қылдырып ойып аламыз. Мен баклажканың қақпағын пайдаландым. Майымызды алдын ала қайнатып қоямыз. Енді пончиктарымызды екі жағынан кезектесіп пісіріп аламыз. Ескерте кететін жайт, май қатты қызған болуы керек емес, яғни орташа отта қызуы керек. Менде басында қатты қызып кетіп, осылай қызарып кетті. Бұл дұрыс емес. Пончиктарды өздеріңіз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Мен шоколадты ганашпен әсемдеймін. Міне біздің пончиктарымыз дайын болды. Енді шоколадты ганаш дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа ыстық суды құйып, оны қайнатып, осындай ыдысқа шоколадымызды және де майымызды салып, толықтай ерітеміз. Міне бізде осындай шоколад шықты. Енді пончик тосымен әсемдейміз. Міне осындай болды. Ас болсын.